дауысын шығарыңдаршы. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. Бесікте жаттым, өлдеп сол бір сұрап соғыс күндерде. Қан кешіп біздің әкелер сонау батыста жырақ жүргенде. Жан папа деген бір ауыз сөзді айта алмай, қалғандар көп қой бір бетте. 20-да қыздар жайқалған гүлдей көз тартып бейне жанасың. Сол 20 жаста құшақтап мені қалып дейді анашым. Тұңғышым деген мына мен шіркін кенжесі де болып қалыппын. Жаза алмай жүрек жарасын. Үмітпен әр кез алданушы едім. Келер деп менің папам да. Балалық жүрек сезбеді оның кеткенін мәңгі сапарға. Өсірді мені сол ана гүлдей мәпелін. Ер жеттім, тұрдым қатарда. Бақытты балғын сәбилер бүгін жетелеп жүрсе әкесін. Қызыға қарап, күрсіне қарап, жанынан үнсіз өтесің. Еркелік көрмей, мейірім нұрын аңсаған көңілім мың толқып, елжіреп кете бергенсің. Оралмай кетті әкелеріміздің сонау бір ұзақ сапарда. Бейуақыт сөтті, алып жүрекпен алаулап тұрған от арман. Әкенің жүзін көңілге тимей бесікте ғана қалыппыз. Жаутаңдап ұзақ есікке қарап, өткен күндерге қанықпыз. Жұмыстан анам келетін әйім, жанарынан нұр тұндырып, сәби жаныма дақ салмау үшін әдейі екен-ау бұл қылық. Жұмыс жеңіспен папаң оралар ертең, дейтұғыл мені қуантып. Үнсіз жүрумен достар, күту дегенің мың артық. Жеттік-ау бір күн жеңіске бізде, тойлады бүкіл халқымыз. Жеңістің күйі, ерліктің күйі даланы кернеп шалқыды. Алаулап тулар, алқызыл тулар жарқылдап жеңіс жұлдызы. Жан әкем бірақ оралмай кетті, көре алмай кетті-ау ол қызын. Біз жүрміз бүгін шым-шытыр жолын, қуалап үлкен өмірдің. Аялы сол бір алақандан сап солады кейде көңіл гүл. Алаңдардағы алаулы туды көрген сәттерде тоқталам. Әкемнің сірә мен үшін төккен қан емес